Америкаға арман қуып жолға шыққан жастар. Солардың бірі мен. Әрқайсысының өздерінің алдына қойған мақсаттары бар. Бірі шетелді бағындырамын десе, бірі өзімді дамытамын дейді. Осылайша біздің Америкаға ұшатын ұшағымызға жайғастыру басталды. Барлық жолаушыларды отырғызғаннан кейін осылай ұшақ ережелерімен таныстырдым. Мұнда жолаушылардың қолайлылығы үшін қаласа кино көре алады, қаласа музыка тыңдай алады. Және де осындай өзіміздің бағытымыз бойынша карта берілген. Кез келген жолаушы өзінің бағытындағы жолды бақылап, қай жерде келе жатқанын көре алады. Балалармен отырған жолаушылар үшін балаларға арналған мультфильмдер және де ойындар да бар. Бұл қосымшада мұсылмандарға арналған, яғни Құран кәрімді тыңдай аласыз. Бірінші парадан 30-шы параға дейінгі кез келген сүре мен аяттарға тыңдау үшін ешқандай қиындық жоқ. Кейіннен жолаушыларға осындай ыстық тағам мен сусындар таратты. Таң атып келе жатқанда осындай керемет көрініспен бұлттардың үстінде өзіміздің алғашқы станциямыз Стамбулға келіп жеттік. Ал бұл Стамбул әуежайы жан-жағымызда қазақтар. Енді ғана таныссақ та, бұрыннан танитын достар секілді бірімізден ажырамай келе жатырмыз. Статистика бойынша Стамбул әуежайы әлемдегі ең үздік әуежай болып саналады. Жолаушыларға арналған барлық дерлік жағдайлар жасалынған. Тіпті бұл жерде атақты брендтерді де кездестіру қиын емес. Паспорт бақылауынан өткеннен кейін өзіміздің Түркияда өтетін 12 сағатымызды құр өткізбейік деп турға жазылдық. Кейіннен Стамбул қаласының орталығына осындай автобуспен жол тарттық. Ал бұл жерде біздің түрмеккеміз, біздің таңғысты қайда жететініміз және де қандай жерлерді аралайтынымыз туралы бізбен бөлісті. Тағы бір мешіт. Ahmet Topbat Butik'te. Yes. Yes, I Түркияға алғашқы келген туристердің барлығын дерлік таң қалдырған бұл мешіттердің көптілігі. Кез келген жерден мешіт мұнараларын байқай аласың.
екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он. Historical economy, of course, and the official population of the Istanbul. The city's official name was Byzantium, which means the city of the Byzas, and they have ruled, which means the new Rome, because he wanted to became the capital city. Стамбул қаласына кіруімізбен айналамыздағы көптеген Түркияның туларын және де Режеп Тайып Ердоғанның плакаттарын көптеп кездестірдік. Себебі 28 мамыр күні Түркия мемлекетінде екінші президенттік сайлау күні болатын. Дұрыс заман, дұрыс адам. And in Istanbul, there are Sofia, which we will see. The Ottoman Empire's capital city became the Constantinople, and they didn't change the city's name. Constantiniye, and Constantiniye became the capital city of the Ottoman Empire and Ottoman Pera Palace Hotel. Ladies and gents, on the right hand side we are seeing the Golden Horn. It is a natural bay, natural harbor, especially used by the imperial ships of the Romans and the Ottoman Empire. We are still in the European continent. The Golden Horn connects both sides of the European continent. We are entering the historical peninsula right now. On the left hand side, on the top of the hill, we are seeing one of the best examples of the Ottoman nation. And they have built cisterns all around the flying. And these aqueducts called Valens aqueducts. Valens was one of the Roman emperor. Marble mining, and it gives its name to the sea and the mountain. And if you keep continuing to the south from Marmara Sea, you will reach the Aegean Sea on the south. And if you keep Bizim 83 kişi, 33 kişi bende, 50 kişi Zafer'le geliyor. Bizde 83 kişi var mı? Aha, 83 Burada? gerçekten. Hello. Selamünaleyküm. Сосын бізді осындай туристерге арналған дастарханға жайғастырды. They're gonna change your plate. Таңғы ас ішіп болғаннан кейін Айя Софияға қарай жолға шықтық. Тема о. Осылай тексерістен өтіп, кейін Айя Софияға да келдік. Не? А не oldu? Minutes, I think. 11:20 here. Okay, at the fountain. Okay. Алғашқы ішкі көрінісін көрген кездегі таңғалысым әрине ерекше болды. Дегенмен бұл жердегі туристердің көптілігі осы атмосферадан рахат алуға, ләззат алуға мүмкіндік бермеді.
Нормально. Тек Instagram, YouTube секілді әлеуметтік желілерден ғана көріп жүрген атақты Айя Софияны өз көзімізбен көріп мәз болып қалдық. Айя Софиядан шыққаннан кейін оның жанында орналасқан көк мешітке келдік. Көк мешіт 1609 жыл мен 1616 жылдары 10 мың адамға лайықтап салынған. Бұл жерде де көптеген туристер. Жылына 9 миллионнан астам туристерді қабылдайтын бұл Стамбул қаласының туристерінің кішігірім бір бөлігі. Kendi çöküzü. Ne? To Abdülhamid II, the Ottoman Emperor. Because during his trip to Istanbul, he was fascinated with the city's looks. So he ordered this roof, the granite columns, and the bottom part wanted to build in Istanbul. They shipped it here so we could put it here back together. There's a round marble stone inside of it. Back then, it was open. There was a bowl. And the shop owners around the square would fill it with water at night. So in the morning, poor and homeless people could drink it and pray to Allah in the name of them. But in time, they changed the pipeline to the water and they filled the... Ал бұл ипподром немесе Сұлтан Ахмет алаңы. Бұл жерде өз дәуіріндегі орталықтың бірі болған. Осы жерде тұрғындары мәселеге шешімін тауып және де ойын сауықтар ұйымдастырып отырған. Он жетінші ғасырда салынған ашық аспан астындағы қарапайым Араста базары. Бұл базардың салонындағы негізгі мақсаты арендадан түскен әрбір қаражатты көк мешіттің тазалығына, жөндеп, күтуіне жұмсап отыру үшін салынған. Түркияда, Стамбулда, 5 уақытта. Бір жерден емес, бірнеше жерден естіліп қаласыз.
Без нас не уедут. осындай сары түсті таксилер көргенде түрік сериалдары бірден есіме түсті. Там все уже, Adamlar çok. Çok çok adamlar. Hazırdım. Aras'ta pazar. Aya Sofya'ya gidiyorum. Стамбул қаласында 5 сағатқа созылған турымыз аяқталып, аэропортқа қайтадан оралдық. Стамбулдағы қызықты тур аяқталғаннан кейін Америка құрама штаттарындағы Нью-Йорк қаласына бет алдық. Осылайша көптен күткен Америка штаттарындағы Нью-Йорк қаласына да келіп жеттік. Нью-Йорк аэропортынан бақылаудан өткеннен кейін Нью-Йорк қаласындағы атақты Таймс Скверға билет алдық. Аэропорттан қала орталығына дейін бір адамға $15, яғни теңгеге шаққанда 7000 теңге. Қайттан басшы, дұрыстап басым жүр. Ана жерде. Саласың? Аласың? Все. Алайын ба? Оның керек емес по идее. Оға просто чек қой. Чемодан? Екі біз. Ес нажми. Делай. Нью-Йоркқа кірген сәтте айналамызда осындай қоқыстар, үңкіген марихуананың иісі, биік аспанмен таласқан мұнаралар және де оның қабырғасына ілінген жарқыраған жарнамалар.
Нью-Йорктың әсем сұлулығына тоймай, жаяулатып таңға дейін қаланы аралаймыз деп шештік. Сосын қайтадан Таймс-скверға келдік. Нью-Йорк қаласынан осындай адамдарды көптеп кездестіруге болады. Бұл қала тұрғындары үшін де үйреншікті жағдайға айналған. Осымен менің алғашқы блогым тәмам. Ал келесі блогтарда мен Америкаға не үшін келдім, немен айналысатыным туралы бөлісетін боламын. Ендеше сау болыңыздар.